Assalamualaikum dostlar. Sizlerмен бірге мен Ерога. Достар, бүгін мен қандай программамен видео монтаждайтынымды және қандай программамен экран бетін запись экрана дейді ғой, соны қалай түсіретінімді айтатын боламын. Ал ендеше кет. Достар, мен деген осы запись экрана деген дәл қазір түсіріп отқанымды мен дурекордер дегенмен түсірем. Оны интернеттен жазып аласыздар. Google'ға кіресіздер. Сосын Google'ға кіресіздер. Google. Мен жаққа дурекордер деп жазасыздар. Дурекордер сосын іздейсіздер. Іздегенде міне дәл жазылды басасыздар. Скачать дурекордер бесплатно деген. Сосын міне мына жақта скачать деген тұр ғой. Міне. Сол. Ойбай. В общем, бағанаған басасыздар. Сосын скачать етіледі. Сосын файл загружен деп үстінде шығады. Басасыздар. Сосын далее. Сосын установить деп тұрады. Басасыздар. Сосын установить етіледі. Установка олатады. Сосын күтесіздер. Сосын жазылады. Скачать етіледі. Ал мен видеоны KineMasterмен монтаждаймын. KineMaster. Просто ауф. Мен KineMasterмен монтаждаймын. Енді KineMasterмен сіздерге көрсетейін. Мен әзір дым видео жоқ. Дым видео жоқ. Напомнить больше. Міне дәл ортасында тұрғаны. Сразу пауза. Достар, сосын міне ортасына басасыздар. Сосын 1-1 емес, 9-16 емес, 16-9 версиясын таңдайсыздар. Қалғандары жаман ғой. Мына жақтан енді білмеймін. Мына жақ. Вообще мен бір сурет таңдай салам. Просто сурет. Міне. Мына жақтан басасыздар. Көрсетілген соң, мына жақта галс деген бар. Стартты басқанда сіздер қазір сөйлейсіздер, дәл қазір сөйлейсіздер. Мен қазір сөйлемеймін. Мультимедиа олар сіздер өздеріңіздің видеоларыңыздың да боласыздар. Ал фоннан мысалға мен мына таулы жер таңдайын. Осы міне үстіндегіні басасыздар. Осы міне Карена Рифер страна чудес. Сразу мынау шығады. Көрдіңіздер ма? Сосын шыққан соң мына жаққа міне мына слой деген бар ғой. Сода мына эффект. Эффектті міне өздеріңіздің эффекттеріңіз таңдап аласыздар. Мына гауссовна өздеріңіз міне дұрыс көрсетпейді. Ал мынау гауссова ол өздеріңіз міне қай жерін міне мысалға міне шамалы дұрыстап көрсетіп тұрды. Ал мозаики деген ол одан да жаман көрсетеді. Міне дым көрсетпейді вообще. Мысалға мен оны қазір бүйтіп кішірейтіп қоямын жерге. Өтірікте. Қоя салайын. Мына басасыздар. Осы міне. Өйтіп кетеді. Міне. Мен жақ дұрыс көрінбейді. Енді істегіп болған соң, мен жақта наложение деген бар. Мен жақтан өздеріңіз стикер таңдап аласыздар. Мысалы, мен жаққа бір чупа-чупс қоюларыңыз болады. Мен мысалға мынаны алам. Өстем.
Мына жаққа бетіп қойыққа өтіріктен. Содан кейін барып текст деген бірдеме жазып жасыл. Міне. Аранға қайдап қойыңыздар, ешіңіздер. Аранға жасыл. Рукописный текст деген. Ол деген өздерінің сызықтарын таңдап аласыздар. Міне. Мен қалам таңдаймын. Міне тұр дегенде көрсетесіздер. Сосын мультимедиа изобранна папка, бізде папкадан ештеңе жоқ. Ой, достар, сөйтіп істейсіздер. Сосын жақта аудио деген бар. Өздеріңіз нелерді таңдап аласыздар. Жанры, папки. Анау мына общем сол. Музыка ресурс деген, музыкальный ресурс дегенге келсеңіздер, мына жақта музыкалар бар. Кір. Достар, кірмей жатыр, күтіп тұрайық. Әлі интернет керек па? Жарайды, достар, әзірше кірмей тұр. Жарайды, достар, бұған. О, міне, бірін таңдап аласыздар. Скачать. Ресурсы загружен, установлен. Жаздыр. Музыканта, кому это было? Музыкант. Опшын. Сосын мен жақта, міне, камера деген бар. Ол, камкордер деген бар. Сосын кәдімгі камера деген бар. Ананы әзірше қолданбаймын. Мультимедиа көрсеттім сіздерге. Слой бәрін көрсеттім. Изображение. Изображение тоже сондай ол. Достар, сөйтіп мандырлайсыздар видеоны. Рекордер және де кайнмастер. Достар, ендеше сіздермен болған мен Ерока. Амандықта жүздескенше.